Мынау Ирландияның картасы. Ирландия өзі кішкентай арал. Соның бір шетінен екінші шетіне бара жатырмыз. Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін роуд-трипқа шықтық. Саяхатқа шықтық. Слайго деген жерге бара жатырмыз Дублиннен. Неше сағат? 2,5 сағат жерде. Бізбен бірге тағы да 5 отбасы бара жатыр. 5 ма? 6 отбасы болып бара жатырмыз. Сол ауа райы, Дублиннің ауа райы, Ирландияның ауа райын көріп қойыңыздар. Күшті прям. Бәрі жап-жасыл, сұп-сары. Көктем болып жатыр мына жерде. Бірақ ең бастысы көңіл күй. Сондықтан біз көңіл күйімізді жоғары көтеріңкі ұстайып, ауа райына қарамастан жолға шықтық. Балаларымыз артымызда. Қазір ең бірінші аялдама ол Слайго Абби деп аталады. Біздің саяхаттың жоспарын құрған Әсет деген бала. Енді көреміз не бар екен ол жерде. Ирландиядағы соңғы жаңалықтардан соғыстың әсерінен бұл жерде де бензиннің бағасы, дизельдің бағасы жоғарылап кетті, өсіп кетті. Қазір бұрын қанша еді? Бұрын білмеймін, бірақ қазір 2-1 кажется, дизель и 1,9 бензин. Бағасы өсіп жатыр. Бірақ мемлекет сол неге бензиннің салығына 10% па жеңілдік жасапты. Соның арқасында бензин 10 центке бағасы төмендеген. Соның өзінде де 2-ден асады бағасы. 2 евро. Литр ғой, галлон емес. 1 литр бензин 2 евро шамасында. Солай. Басқа қандай жаңалық бар? Азық-түліктің бағасы сол қалпы. Аренданың бағасы әлі де өсіп жатыр. Квартира үй табу әлі де қиын. Келесі кезекті Әйгерімге береміз. Әйгерімнің жаңалықтары көп шығар. Давай, Әйгерім, подключайся. Сәлем бәріне. Қаларыңыз қалай болып жатыр? Бізде Ирландияда демалыс. Сол демалысты пайдаланып, отпуск алып, қай жаққа, Әсет? Батыс жақ? Солтүстік батыс, солтүстік батыс жаққа біз Слайго деген жаққа бара жатырмыз демалуға. 1-2 күнге, 2-3 күн негізі 2 түн деп бұйыртса пландап отырмыз. Көреміз қалай болатынын. Қасымызда басқа машиналарда достарымыз да бара жатыр. Бірінші рет негізі осындай көп адаммен бара жатқанымыз. Айтады ғой, қазақта мақал досты тексеріп көргің келсе сапарға шық деп. Соны көреміз енді. Не қызық күтіп тұрған. Бала-шағамен әрбіреуіміз қызық болатын сияқты енді бұйыртса. Бірақ бір қорқатын нәрсе, именно осы демалыстарда шторм болады дейді. Ол енді метеоцентр сөйтіп предупреждать етіпті. Көреміз. Кішкене қорқынышты әрине, бірақ Ирландияда ылғи жаңбыр болып тұрғаннан кейін, ылғи емес, енді жаз кезінде азырақ болады. Жаңбырлы және бұлтты болып тұр бүгін күн. Барлығы жақсы болады деп ойлаймын, енді көреміз. Слайгода біз негізі болдық.
бір-екі рет болдық қой деймін, шатаспасын, бірақ осы жолы жаңа жерлерді, жаңа бір қызықты жерлерді көруге келіп жатырмыз. Және де ең бастысы біз осы жолы бір жақсы демалатын отельді таңдадық. Обычно кішкене арзанырақ отель таңдайтынбыз, өйткені бала шағамен азап қымбат болып кетеді. Осы жолы бірақ бассейн мен отельде де жақсы демалатындай қылып ойластырдық, өйткені егерде жаңбыр болып жатса, шторм болып жатса, ішінде, зданияның ішінде де демалуға болатындай. Бізбен бірге болыңыздар, көрейік. Кішкентай қалашық. Шеннон Ривер деген. Бізде бірінші остановка на Слайго Аби. Так, кім проверим? Қазір көреміз. Не болады екен бұнда? Не бағалары? Так, жанұяға 13 евро дейді. Көреміз. Марик, бізге қысқаша айтып берсеңіз, не дейді бұл? Құдайға шүкір Слайгоға жеттік. Первый раз мы сюда приехали. Вот это так называемый Sligo Abbey, где в свое время жил King and Queen of Sligo. Да? В общем, пойдем посмотрим. Очень интересно. Корик. А вы можете это с собой взять, я могу даже два вам взять. Вот, когда вы проследуете по желтой стрелке, то вы войдете в церковь 13 века. Там очень много сохранилось исторических частей этой церкви. А потом слева, то есть если вы против часовой стрелки, наоборот, было 15 века добавлен монастырский двор. Да, очень интересно, да. Кіргенде басқандай екен, е? Машаллах, күн шықты ғой. Күннің көзін түсіріп алайық. Очки алмапты кейбір кісілер негізі. Қалайсыңдар, қазақтар? Қалайсыңдар? Всем привет. Что, как доехали? Нормально? Нормально. Эй, привет. Солнечные очки. Я нормально. Что? Санскрин жауабын. Папа римский. Друзья мои, не ругайтесь. Благословляю вашу поездку в Слайго. Я оказался в хорошей погоде. Да, күн шықты ғой. Реально, солнце вышло классно. Сәлем, Аяш. Абаста Слайго дейді. Это общепринятое название. На самом деле это был доминиканский монастырь. А, да? Доминиканский? Да. Ох ты. Точнее, монастырь Святого Христа был основан в 1253 году, в 13 веке. Представляете? 13 век. Да. 13 ғасыр дейді. Дева Мария. Дева Мария.
жігіт. Святой Доминик, Святая Екатерина, екіншісі с колесом. Үшіншісі Дева Мария. Мынау Дева Мария. Төртіншісі мынау распятие. Непонятно, что распятие. Святой Иоанн. Мы, короче, пришли в водопад. Гленкар вон написано, вон, кстати. Гленкар. Прям этот Сарқырамасы. County Council салыпты, Бұнда негізі 3 водопад бар екен. И 3 водопад құйғанда, ана жерде екі үлкен жолдың ортасында өзен болады. Осы 3 қалай еді қазақша? Сарқырама. Сарқырамадан, 3 сарқырамадан әнеурі көл шығады екен. Күшті ағып жатыр. Әдемі екен. Ана жақтағы мынау басқа шетел, сарқырама мүлдем жақсы дейді. Бірақ оған жету қиынырақ кішкене. Вот ол жақтағы үлкенірек пе мынадан? Больше, да? Ол биігірек, тігірек екен. Мощный, да? Өзімді өзім естімей келемін. Ана жер жақсы істеп қойыпты, жолын бәрін, да? Ну, Удобно. удобно. Для коляски, да? Ну, Вау. әдемі екен. Қатты мен ойлап едім, қазір көп жүреміз ғой деп тұрды. Вау. Жап жақын, да? Иә. Ана бір қарашы, трейл күшті. Жоғарыға барады. Ага. Балалар уже сонда жүр. Я уже туда пошла. Мы звук записываем, да? Записывается, да? Привет! Сол, ал міне қазақтар. Ей, қазақтар. Суретке түсе бермеңдерші. Бақа, жүгір, жүгір! Бісміллә. Біз Балбулбен деген
тауды көруге келдік. Ол тау міне. Қазір күн шықса, күшті болып көрінеді, жап-жасыл болып. Ау? Ар жағынан әдемі көрінді, иә, алыстан. Да, күшті болып. Осы тау туралы бірден білесің бе? Бұл тау туралы ештеңе білмейді. Баха говорит, то, что он образовался по тектоническим, столкновениям, но мне кажется, это этот теңіздің кеткенінен, потому что, видишь, слои, теңіз кішкене су азая бастағанда төбесінде андай төбешік болып қалған. Басқа жағынан қарағанда күшті көрінеді сияқты. Ана бір тау тоже әдемі дейді. Че, Әйгерім, ұнап отыр ма? Ұнап отыр ма саған? Ұнап отқаны самое главное, что погодамен пока везет. Это самое главное Ирландияда. Көп жаңбыр болған жоқ. По идее, ана жерде бар ғой. Ocean классно болып тұр. Иә, сразу. Мен соны өзім ұқпай қалдым, сөйтсем ана Ocean екен ғой уже. Иә. Мұн жағында уже жап-жақын не да? Мұхит, а мұн жағында тау. Ана жерде бір үйді көрдім ба? У него прям вид был классный. Новый, да? Кайфовый, да, такой. Мы тоже посмотрели. Артында мына тау болып тұр ғой, прям күшті Да. көрдім. Тема. Біздің катон болып кетті. Таулар бұлттармен ұштасқан деген бет әнде. Тарбағатай тауларына ұқсай ма? Әсет? Жетпейді де, жетпейді. Тауларға жетпейді ғой, конечно. Қазір біз Гленив Хоршо деген жерге келдік. Бұл таулар, тағаға ұқсайтын таулар көрінеді. Далада жаңбыр жауып кетті. Қазір жаңбыр басылғасын, сыртқа шығып көрсетемін. Вот и настоящая Ирландия. Да, Жар? Даже? Жаңбыр. Бірақ мына тау енді әдемі екен, шынымен де ашылса күшті болайын деп тұр. Бірақ болады енді өзінің романтикасы, как говорится. Міне бір заброшенный бір үй. 2-3 минут өткен жоқ, қараңыздаршы, уже күн ашылып, жаңбыр азайып, ана тұман сейіліп барады. Әдемі барады ашылғанда, прям жасыл цвет одан ары жап-жасыл болып. Қалай қызық. Кепка ұшып кетті. Что это такое? Ирландия. Келмеймін мынаны. Далада жел, жаңбыр. Бірақ күшті болды. Өте бір жақсы. Жаңбырды көрдік, желді көрдік, күнді ашылды. Табиғат керемет болып өзінің түстерінің бәрін көрсетіп шықты. Рухайт салуға кету керек еді,
мына кереметті осы үшін келдік. Қаншама керемет жаратылыстар. Бір жағында тау, бір жағында океан. Күшті? Вообще әдемі сондай. Күн да бізге өстіп сәті түсіп, күн шығып, ан жақта, мын жақта не замок? Ол замок бірақ біреудің жеке меншігі ғой деймін. Ан жақта жауықтыр екен, кіре алмадық. Бірақ әне бір замок. Сол замоктың артында бағанағы біз болған тау. Алдына жағында Атлант мұхиты. Бізге қараңдар. Жер жоқ вообще. Керемет күн шығып ешқашан жер көрген жоқ. Жер жоқ. Күн ауа райы өте жақсы. Қысқаша ауа райы туралы, иә? Жаңбыр жаумайды. Керемет. Иә. Жерге өсіп сондықтан папай Ирландияға келемін. Көшіп келемін. Дұрыста қандай океан? Бұл океанды көру үшін міндетті түрде келу керек. Сколько мы сюда ехали? Мы где-то ехали до самого, кажется, Слайго где-то 2,5 сағат, үйден прям, если считать. А так вот пока вот здесь ездили по достопримечательностям главным Слайгоның, то тогда где-то 3 сағат. Сондай көп емес негізі, иә? Бәрі жап-жақын жерде. 10-15 минуттық жерде буквально, да? Вообще бізге шторм предупреждение келген, иә? Демалыс күндері деп. Біз біраз ойландық, трипті cancel жасаймыз ба жоқ па деп. Сөйтіп бүгін шықсақ, бүгін күн шығып тұр. Бүгін негізі 30, мне кажется, 1 сағаттың ішінде дейікші, иә? Соның арасында 2 рет қатты жаңбырды көрдік, 2 рет осылай жарқырап күн шықты, даже очки киюге болады. И кейбір кездері прям тып-тынық желсіз болды да, қазір міне жел болып тұр. Бірақ мына мұхиттың жағында ылғи да жел негізі. Иә, енді теңіз ғой. Иә, теңіз болғаннан кейін жел болады. Бірақ зато толқындар әдемі. Толқындар әдемі, көрініс әдемі, күн шығып, вообще барлық краскалар яркий болып тұр. Иә, жап-жасыл. Күшті болып тұр. Сіздерге де бәріне осы жерге келуді бұйыртсын, Атлант мұхитын көруге. Ирландияға келіңдер. Иә. Давайте. Слайго. Иә, біз қазір теңіз жағасында Слайго деген жерде жүрміз. Ертең, біз мұнда 3 күнге келдік, иә? Иә. Бүгін 1-ші күн, сол жағалауда аралаймыз. Ертең Галуэге барамыз, иә? Иә, ертең мұхиттың осы жағасымен Галуэ деген қалаға баратын боламыз. Ертең де неше түрлі қызықтар болады. Енді осы біздің влогты соңына дейін көріңіздер. Негізі өте қызық. Мүмкін тіпті осы нені 2 бөлімге бөліп шығарылғанымыз мүмкін. Иә, егер де материал көп болса, бұйыртса. Соңына дейін қараңыздар. Келесі бөлімді де соңына дейін қараңыздар. Мы можем, может быть, что-то сделать, да? Типа, мы купим какой-то подарок, мүмкін, со Слайго или Галуэдан. Казахстан, что ли? Ну, кто выиграет, мало ли. Потом
разыграем в комментах. Может, да, так если сделать? күшті ең күшті комментарийға слайгодан немесе галуэден күшті бір подарок Иә. Қазақстанға жібереміз. Қайда болады, иә, сонда жібереміз, иә. Так что давайте. Все, давайте. Комментарий Go. жазыңыз. Пока. Вкусно пахнет. Кто-то уже свою еду получил? Да, остальные остальные жалко.